Сәлем менің оқырмандарым, яғни қысқыға малинаны қайнатпай сақтап қоюды мен сіздерге көрсетемін. Енді өте керемет, пайдалы. Қыста гриппен ауырсаңыздар, қыста тоңып үйге келгенде бір қасықты қара шайға салып ішіп алсаңыздар, өте пайдалы екен. Сіздер де білесіздер. Яғни осы малинаны мен блендердан өткізіп аламын. Өзіңіз білесіз, қалай уақыттасаңыз да мен блендермен осылай езіп аламын. Өте керемет, пайдасы зор, білесіздер, сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнаса, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Яғни миксерді блендерден өткізіп алдым, дәл осындай болады. Соған сахар саламыз, яғни песок саламыз. Қараңыздар, мен барлығын салған жоқпын. Көз мөлшермен салдым, сіздер де солай жасаңыздар. Ал енді мынау менің малинам, жаңағыдай жайлап шетінен осылай қатырып қойып жатырмын. Өзімнің бақшамда өсіп жатыр. Сол себептен осылай араластырамыз. Яғни енді сахарды біздер араластырамыз. Песокты араластырып, жақсылап араластырамыз. Әбден песок еру керек. Содан жарты сағаттай қоямыз. Жарты сағаттан кейін осылай каталогымызды толтырып қоямыз. Толтырып морозильникке мен салып сақтап қоямын. Қыста шетінен алып, қасықтап, шайға салып ішетін боламыз. Енді өте пайдалы, керемет. Жақсылап аузын жауып қойдым. Сіздер жасап көріңіздер. Рахмет.